діни киім үлгісін киген жас қыз балаға уақытша неке ұсыну. Сен не деп жатсың? Бұл нәрсені сен айтуға қандай құқың бар? Ан-Нур сүресінің 31 аятында хиджаб деген сөз жоқ екен. Арабтардың өздерінің мысалы мәдениетінде оларда қап-қара киінуі бар. Дін төңірегінде манипуляция, дін арқылы қорқыту, психологиялық қысым жасау. Желоның елімізге келуінен Харам деп айтады. Кесіп айтқанда харам деп айтады. Орамал тағуы, баланың намаз оқуы және дін тек онымен ғана тұрмайды. Теологтар, ислам танушылар бұндай сұрақтарға жауап беруге кішкене қиналады да. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш, мен Арна Муканова. Бұл видеоконтенттің кезекті түсірілімі, каналымызға қош келдіңіздер. Подкаст қолдаушылары және ұйымдастырушылары экранда көрсетілген. Танысып өтуді ұмытпаңыздар, себебі экранда көрсетілген мекеме, орталық, Павлодар облысы, Павлодар қаласы бойынша дін төңірегінде туындаған сұрақтарға байланысты кәсіби мамандардың көмегі арқылы жауап беруге дайын. Бүгін подкастта Павлодар қаласында орналасқан Омар Әл-Фарух мешітінің бас имамы Ақтөре мырза қонаққа келіп отыр. Бұл Ақтөре мырзаны қонаққа шақыруымыздың себебі осы елімізде кейінгі 1,5-2 ай ішінде болып жатқан жаңалықтарға, туындаған оңтайсыз көріністерге байланысты, дін төңірегінде туындаған оңтайсыз көріністерге байланысты пайдалы кеңестері болса жауап беруге шақырып отырмыз. Сондай-ақ атап өту керек, Ақтөре мырза ол өз уақытында бакалавр мамандығын Египет мемлекетінде Қайыр қаласында орналасқан бірнеше ғасырлық тарихы бар Әл-Асқар университетінде бірнеше курсты тыңдап, кейін өзінің кәсіби білімін Шымкент қаласында тарих факультетінде және араб тілі бойынша өз білімін аяқтаған болатын. Сондықтан да Ақтөре мырза кәсіби маман. Бүгінгі күні бұндай каверзный сұрақтарға, дін төңірегінде туындап жатқан каверзный сұрақтарға байланысты мамандарды шақырып, олардың ой пікірін тыңдау өте маңызды болып отыр. Сондықтан да Ақтөре мырза, қош келдіңіз. Келгеніңізге үлкен рахмет. Қош келдіңіз, рахмет. Себебі теологтар, ислам танушылар бұндай сұрақтарға жауап беруге кішкене қиналады да, көбінесе бізге жоқ, мен келе алмаймын деп айтып жатады. Сіз жарайды енді бұл подкасттың пайдасы қоғамға болатын білгендіктен сұрақтарыңызға жауап беріп көрейік деп өз келісіміңізді бердіңіз. Сол үшін сізге өз атымнан, орталықтың атынан жеке үлкен бір рахметімді айтқым келеді. Қош келдіңіз, қалай жеттіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, керемет подкаст шығады деп ойлаймын. Және көрермендерге, елімізге пайдалы бір мағлұматтар, ақпараттар айтылады деп ойлаймын. Және бұл жерде кейбір сұрақтарды, көкейде жүрген кейбір сұрақтардың мүмкіндігінше кеңінен түсіндіруге, кеңінен қолымыздан келгенше түсіндіруге тырысамыз деп ойлаймын. Пайдалы болып өтуін тілеймін. Үміттенеміз. Соған үміттенеміз. Ақтөре мырза, осы аз ғана уақыт ішінде қоғамымызда бірнеше жаңалықтар орын алды. Соның ішінде дін төңірегінде жағымсыз жаңалықтар да орын алды. Біздің мақсатымыз, орталықтың мақсаты осы сұрақтарды талқылау, қажетті жерлерінде тіпті тиісті жауабын алуға әрекеттену. Себебі біз осы қыркүйек айында мектеп оқушылары, колледж студенттері оқуға шығатын жақсы білеміз. Осы подкаст үлкен бір пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Бірінші сұрақ заңға толықтыру енгізу жөнінде туып отыр. Яғни Қазақстанда бет әлпетті жабуға тыйым салатын түзету Қазақстанда құқық бұзушылықтардың алдын алу туралы заңға енгізілді. Бұл заңның мәтінінде нақты қоғамдық орындарда бет әлпетті жабатын киімдерді киюге тыйым салынады деп айтылған. Және бұл заң 12 шілдеден бастап өз күшіне енді. Бұл төңіректе бізде менде нақты қандай сұрақ туындап отыр? Шын мәнісінде, егер еске түсіретін болсақ, бұл мәселе, жалпы мәселе
діни киім төңірегінде туындаған болатын. Нақты бет әлпетті жабатын әйел адамның никап киімі жөнінде туындаған болатын. Мына Бейімбет Майлиннің сатиралық повесінің тілінде айтатын болсақ, даудың басы Дайрабайдың көк сиырының төңірегінде басталмаған еді. Ал заңда діни киімді киюге немесе нақты бет әлпетті жабатын никап тәрізді киімді киюге тыйым салынады деп неге айтылмады? Сол сұрақ мазалап отыр деп айтпасам да, бірақ соған неге акцент жасалмады деген сұрақ туындап отыр. Әрине, сіз бұл сұраққа жауап беретін құзыретті органның маманы емессіз, бірақ дегенмен де өз ойыңызды білдірсеңіз жақсы болар еді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл әрине қазір сіздің қойып отырған сұрағыңыз қоғамда қатты талқылануда, әсіресе намаз оқитын жаңағы мұсылман қауымның арасында қатты талқылануда. Бірақ та бұл сұрақтан мемлекетіміздің қойған жаңағы бұл заңға өзгерісі талабы бізге белгілі болды. Мемлекетіміз ислам дінімен күреспейтін екені белгілі болды. Яғни өз жерде қарасаңыз, ол тыйым салу тек қана діни тұрғыда тыйым салыну ғана емес, ол жерде ішінде жалпылама қамтиды. Яғни қоғамдық ортада қандай да бір жаңағы іс-шарада болсын, қандай да бір үлкен жаңағы іс-шараларда, сондай уақыттарда жаңағы жаман пиғылды адамның бет әлпетін жауып, ол жаңағыдай қоғамға бір зиян келтіретін ниетте адам бетін жауып келмеуіне бір тосқауыл ретінде қаралды. Яғни бұл қарасақ мемлекетіміздің шығарған мемлекетіміздің ұстанымы ортақ, яғни зайырлы, өзінің зайырлы екендігін көрсетті деп білемін бұл шығарған заңнан. Ал ар жағындағы жаңағы ниқап мәселесі, оның сұрақтың жаңа қойылған шығарылған заңның соның ішінде бір тармақтардың бірі секілді. Ал ниқаптың өзіне келетін болсақ, ниқаптың өзі ол бет әлпетті жабу, әрине, ол бет әлпетті жабу діни тұрғыда, ол араб елдерінде бұл дәстүрлі өздерінің кірме ол жаңа болғанымен, бірақ бұл діни ұстанымда бір парыз дүние емес, міндетті дүние емес бұл жерде. Яғни арабтардың бұл өздерінің менталитетіне ұштасқан бір құбылыс деп айтсақ болады. Яғни ниқап бұл қазір уақытта қоғамда кейбір жас қара көздеріміз бет әлпетін ашса, бір парызын тастап қойған секілді көзқараста болмау керектігін айтқым келеді. Жалпы дегенмен бұл заңда діни үлгідегі киім арқылы, никап арқылы бетті жабуға тыйым салады деп жазған болса, бұл түзетуге, онда ол мемлекет тарапынан бір дінмен күресіп жатқан сияқты көрініс алған болар еді. Сондықтан да бұл мәтінде қоғамдық орындарда бет әлпетті жабатын киімге тыйым салынады деудің өзі сол мәселені қамтып отыр деп есептеуге болады. Рахмет. Енді жалпы қоғамда анда-санда тек қана енді никап мәселесі түсінікті, ол дінімізде, ислам дінінде міндет емес. Бірақ ондай тәжірибе кейбір шығыс елдерінде орын алып отыр. Оны да енді олардың өздерінің оған бір түсіндірмесі бар шығар. Бірақ хиджаб мәселесіне байланысты менде бір сұрақ туындайды. Себебі қаншама подкастларды тыңдаған кезде осы хиджаб мәселесін үнемі мамандар айналып өтеді. Бұл сұраққа өздеріңіз жауапты тауып алыңыздар деген сияқты бір көрініс табады. Дегенмен мен осы сұрақтың төңірегінде бір аздаған зерттеу жұмысын жүргізіп көрдім. Сонда менің түсінгенім қасиетті кітапта Ан-Нур сүресінің 31-ші аятында хиджаб деген сөз жоқ екен, химар деген сөз бар екен. Сонда бір мәтінді толықтай оқып көрдім.
бірнеше орыс тіліндегі аудармаларын оқып көрген кезде онда айтады химар мен кеуде тұсын әйел адамдар жапсын дейді. Хиджаб деген сөзді кездестірмедім қасиетті кітапта. Аятта ол химар деп белгіленген. Осы төңірекке бір жақсы сапалы түсіндіру жұмысы керек сияқты. Қалай ойлайсыз? Иә, бұл сұрақта интернет желісінде жиі қойылатын, талқыланатын бір мамандардың арасында бар екен. Бұны да мен зерттеп қарап көрдім. Және білікті мамандардан да жан-жақты сұрастырып ізденіп көрдім. Бұл сұраққа негізінде Құранның ішінде, қасиетті кітаптың ішінде әйел адамның хижаб, бізде де мынау әйел адамның киімі хижаб деген сөз тіркес, бұл кейіннен бертін пайда болған дүние. Яғни әйел адамның денесін жабуы, жаңағы басына орамал орануы, жаңағы кеудесін, денесін бәрін кең киім киінуі, осы кейін бертін исламның жаңағы Мұхаммед пайғамбарымыздың осы аяттары түскеннен кейін әйел адамның киімі қандай болу керектігін өзінің сөз, жаңағы хадис баяндамаларында кездестіруге болады. Яғни әйел адамның киіну тәсілі қандай болу керектігін айтады. Ал енді Құранның ішіне тікелей аяттарын қарайтын болсақ, 7 жерде келеді екен әйел адамға байланысты жаңағы киімі, өзін ортада қалай ұстануы керек екендігін, бөтен адамдардың көзінен өзін қалай тыс жаңа жабыну керектігі жайында осы 7 жерде келеді екен. Және сіз айтып жатқан Нұр сүресінде де, жаңа Хужурат сүресінде де келеді екен. Бұл аяттарда қарасаңыз, мысалы хижаб сөзінің өзі Құранда қолданыста бар. Құранның ішінде Хужурат сүресінде келтіріледі. Ол жердегі аятта келтірілген бұл хижаб сөзі Мұхаммед пайғамбарымызға түскен аят еді. Яғни өзінің шаңырағына арнайы түскен аят, және ол жалпылама мұсылман үмбетіне де ол жаңағы бір ескертпе секілді болды бұл аят. Яғни ол жерде өз шаңырағына келген, сырттан келген қонақтарды үйіне Мұхаммед пайғамбарымызға бір сұрақтармен, қандай да бір мәселемен келген адамға тыс көзге өзінің үйіндегі жай киіммен жүрген өзінің жарын жаңағы көзінен таса сақтау, яғни сұқтанып қарамау керектігі жайында жаңағы перде тартып қою керектігін жайында ескерту аят түседі бұл аят. Яғни сол пердені хижаб деп келтіреді аятта Алла Тағала. Яғни әйелдеріңді, жарыңды сырттан келген бөтен адамның көзінен әйеліңді, жаңағы жарыңды перде арқылы жауып қойғын, перденің артында болсын деген секілді. Яғни осы аяттар осындай секілді әйел кісі бөтен адамның алдында өзін жаңағы стануы, киінуі, өзінің қаншалықты әйел адам өте құнды бағалы екендігін бұл аяттардың дініміздің түсіруінің жаңағы мағынасына үңіліп қарайтын болсақ, Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистеріне үңіліп қарайтын болсақ, әйел адам өзінің ұятты жерлерін тыс көзден сақтануы. Бұл қалай сақтанады, ол қандай киіммен сақтанады, ол әйел адамның өзінің жауапкершілігі болып есептеледі екен. Яғни арабтардың өзінің киіну, өзінің жаңағы мәдениеті бар. Мысалы дамыған мұсылман елдердің қатарында мысалы Малайзия елі де бар. Олардың да өздерінің әйелдерінің жаңағы киіну, өздеріне тән киіну, жаңағы мұсылманша бір киіну мәдениеті бар. Яғни бұл Түркия елінде де сондай жаңағы әйелдердің өзінің киіну мәдениеті бар. Яғни бұл да біздің қазақ даласында жаңағы мұсылман әйел, жаңағы дінді ұстанушы мұсылман әйел кісілердің қара көздеріңіздің өздерінің бір әр елге жаңағы еліктеудің арқасында емес, өзіміздің қазақи бір әдемі киім үлгісін мұсылманға өзімізге бір тән әдемі, өзін бір әдемі ашатын, жаңағы өзіміздің дәстүрімізге, өзіміздің ата-бабамыздан келе жатқан бір жаңағы кірме емес, бір ұқсастырып киген дұрысырақ деп ойлаймын. Яғни бұл да хижабтың бір түрі деп айтсақ болады. Яғни әйел адам өзін сыртта, және бұл жерде айта кететін жайт, мысалы хижабта жаңағы киген кезде не үшін хижабты киюдің оның өзіне міндеті қандай?
оның өзінің жауапкершілігі қандай екенін білу керек. Оның жауапкершілігі тыс көзге, бөтен еркекке мүмкіндігінше оны көрсетпей, оны тырыстырмай кию деп түсінген жөн болады. Сондықтан бұл не үшін әйел адам өзінің денесін ұстанады? Өйткені сырттай танымайтын бөтен еркек, жаман ойдағы бөтен еркектің оның жаңа құрбаны болмау үшін деп айтқым келеді бұл жерде. Сонда бұл тақырыптың төңірегінде бір ой қорытындылайтын болсақ, нақты жаңа хиджаб атауына байланысты, ол сүйікті пайғамбарымыздың заманында әйел адамдарды сырттан келген бөтен ер адамдардың көзіне түспес үшін бүйтіп қойылған перде, қабырға аятта солай келтіреді деп айтылады да. Яғни хиджабтың мағынасы перде, барьер, жаңа әйел адамды көрсетпейтін бір сондай блок. Аяттарда солай келтіріледі деп аударылады. Бұл оның лингвистикалық аудармасы. Иә. Солай ғой. Тікелей аударғанда. Иә, тікелей аударғанда. Ал жаңа Ан-Нур сүресінің 31-ші аятында дегенмен химар. Ол нақты әйел адамның басын жабатын, әдемі шашын жабатын бас киім болып есептеледі. Кеудесімен қосып жауып тұратын. Сондықтан да бұл сұрақтың бір нүктесін қойдық деп есептеймін. Иә, енді хижаб мәселесі дұрыс. Әйел адам, Мұхаммед пайғамбарымыз бұл аяттарды тәпсірлеуші, былайша айтқанда баяндаушы, түсіндіруші деп айтсақ болады. Хадистеріне үңіліп қарасақ, яғни әйел адамның киіну қандай екендігін, ол жерде жаңағы өзінің бет әлпеті және қолы және аяғы жаңағы тобыққа дейін сол жерлері ашылуға бөтен адамның көзіне түсуге болады. Яғни ол жерлерге адам қарап бір жаңа шахуаты қозып бір жаман ой келуі мүмкін емес екендігін және бұл ғалымдарымыз осылай түсінді. Бірақ хиджаб дегенді тікелей бастан аяқ киіп алатын қара түсті жамылғы ретінде көзге елестетпеу керек. Солай ғой? Ол белгілі бір халықтың әдет ғұрып салт дәстүріне байланысты үлгіде болуы мүмкін. Соны айтып кеттім мен сізге. Арабтардың өздерінің мысалы мәдениетінде оларда қап-қара киінуі бар. Ал мысалы дамыған Малайзия мемлекеті, мұсылман мемлекетінде оларда ондай қап-қара киім емес, оларда ашық өздеріне тән бір киім кию өзінің бір мәдениеті бар. Сол секілді бұл жерде шариғат, ислам діні қап-қара киінуге шақырмайды, ол міндетті емес әйел адам. Міндетті емес, иә. Себебі сондай айта кету керек, қазақ этнографиясында да мысалы әйел адамның дәстүрлі қоғамдағы киім үлгісін сипаттаған кезде әдемі ақ түсті ақ орамал деп жарасымды өзіне киген. Әдемі қазақи ұзынша келген көйлек, ол білекті де, жаңа тізені де барлығын жауып тұрады мысалы да. Сондықтан да мен ойлаймын, дәстүрлі киімге жақын стильде де киінуге болады. Оған дініміз тыйым салмайды. Соны ескеру керек деп ойлаймын мен. Өте керемет жауап. Енді осы жалпы қоғамымызда балалары мектеп, колледж жасында оқитын діни отбасыларына, олардың ата-аналарына қандай кеңестер берер едіңіз? Әсіресе қыз балалардың киім кию мәдениетіне байланысты. Қазіргі уақытта қоғамда ата-аналар өздерінің жас балдарына, өздерінің жаңағы өсіп келе жатқан қыз баласына болсын, ұл баласына болсын, діни ұстанымды мүмкіндігінше көркем түрде дінге деген махаббатты өздері жақсы көру керек, өздері дінді дұрыс түсіну керек ата-ана. Одан кейін сол өздерінің шаңырағындағы ұрпақтарына өздері тұлға ретінде, сондай бір қинау ретінде емес дінді, немесе бір қаттылықпен емес, бәлкім дін деген бұл махаббат, дінді жақсы көру, Құдайды жақсы көру, дін соған шақырады. Бауырмашылдыққа шақырады, мейірімділікке шақырады. Осы дүниенің бәрін адамның бойына көрініп, жаңағы ұрпағы ол дінде қаталдық және де дінге қинап, діндар қылу деген дінде жоқ. Яғни дінде зорлық, зомбылық жоқ біздің шариғатымызда. Тіпті басқа дін өкілі дінді қабылдау оның еркіне қалдырылады.
тура сол секілді ұрпаққа мүмкіндігінше әке шеше дінге деген өздері махаббатпенен дінді ұстанса, ол сол көз алдындағы ұрпағы да ол дінге деген көзқарас дұрыс болады деп ойлаймын. Яғни оның орамал тағуы, баланың намаз оқуы және дін тек онымен ғана тұрмайды. Оның арғы жағында қаншама міндеттемелер бар діннің арғы жағында. Яғни намаздан бөлек, орамалдан бөлек, оның жаңағы айтқанымызда адамның ішкі жан дүниесіне әсер етуі, өзінің ұстанымы, өтірік сөйлемеуі, бауырмашылдығы, қоғамға деген көзқарасы, қоғаммен санасуы, қоғамға деген өзінің жанашырлығы, осының баршасы жаңағы дін әсер ету керек. Яғни біздерде қазір уақытта қоғамда дін деген кезде тек қана жаңағы бала намаз оқу керек болды, сонымен ғана шектеледі, намаз оқыса діндар, немесе орамал тақса қыз бала діндар деп сонымен ғана шектеу дінді оншалықты қатты жаңағы көзқарас тарылтпау керек. Діннің Құдайдың талап еткен талаптары тек намаз, орамал ғана емес. Оның ар жағында қаншама біздерге талап қойылған жаңағыдай бауырмашылдық, мейірімділік, жақсы көру, шыншылдық, өтірік сөйлемеу, оның баршасы ар жағындағы бізге қойылған талаптары. Намаз оқу қаншалық парыз болса, қалғандары да соншалықты парыз болып өзінің орнында тұрады. Яғни ол мәдениетті де, ол этикетті де ұмытпау керек. Әрине, міндетті де жан-жақты ислам дінін мүмкіндігінше жаңағы дұрыс бағыттағы ұстаздардан және де қызығушылық болса ұстаздардан тыңдап, және сол ұстаздарға өзінің сұрағыменен, соларға ұсынысыменен жаңағы мүмкіндігінше зерттеген жөн болып есептеледі ислам дінін. Кәсіби маман ұстаздармен, оқушылармен, олар мұғалімдер болуы мүмкін. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша заң тұрғысынан Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет. Ислам дінімізді жақсы көреміз, мұсылман халқының өкіліміз десек те біз қазақпыз. Енді осы жерде ұлтты діннен төмен қою, немесе тіпті ұлт пен халықты таңдау ретінде қою әрекеттері қоғамда кәдімгідей тарап бара жатыр. Осы тұрғыдан қандай ойларыңыз бар? Ұлтта, дінде екеуі де қасиетті дүние. Енді бұл қазіргі уақыттағы интернет желісінде халықтың арасында бір сондай бір сұрақ, талас, тартысқа алып баратын бір дүниеге айналмау керек бұл. Бұны ушықтырудың қажеті жоқ. Бұл ұлттың өзі Құдайдың жаратқан жаңағы ең бірінші қарайтын болсақ, мысалы адам баласы бұл дүниеге әрқайсымыз шыр етіп келген уақытта бұл қандай ұлт? Ұлтты таңдау жоқ адамда дейді. Таңдау, ұлтты таңдай алмайды. Және де өзінің жаңағы таңдауы жоқ болған дүниенің бірі осы ұлт. Сондықтан бізде әрқайсымызды өзіміздің таңдауымызсыз дүниеге келдік. Сол ұлт болып, мысалы қазақ болып дүниеге келдік. Және оның Мұхаммед пайғамбарымыз айтады, әке шешесі оның ислам дінінде қалдыруы немесе басқа діндар ету әке шешесіне байланысты деді. Ал енді осы жерде мұсылман бол дінде қалдыруы деп не үшін Мұхаммед пайғамбарымыз айтып жатыр деп қарайтын болсақ, ол жерде бізде қазақта айтады, мұсылмансың ба деген кезде бізде айтады, сонау әлімсақтан мұсылманмын. Яғни әлімсақтан деген сөз адам ата жаратылған кезде адам атаның беліндегі әрбір бүкіл жаратылыс адам баласының баршасы Құдай тағала сол кезде мұсылман екендігін, Құдайдың бір екендігін, жалғыз екендігін Құдай тағала сол жерде не істеді, олардың баршасына калимасын келтірткізді дейді. Адам атаның белін. Яғни Құдай тану ол сонау адам атаның уақытынан бастап бізге Құдай тағала мұсылман қылып қойған. Ал дүние келгеннен кейін, шыр етіп келгеннен кейін ары қарай сол мұсылмандығында қалдыруы немесе басқа дінге кіргізуі немесе діндар қылуы ол әке шешесіне байланысты. Сондықтан бұл жерде ұлт пенен дінді бір-біріне қарама-қайшы қою, қайсысы қасиетті, қайсысы бір-бірінен күшті деген дүние бір-біріне қоюға болмайды. Былайша айтқанда, әкең күшті ма, анаң жақсы ма, әкең жақсы ма деген дүние, әке де қасиетті, ана да қасиетті. Екеуі бірге жүретін ұғым. Сол сияқты әке мен ананы екеуін бір-біріне қарама-қайшы қоюға болмайды. Тура сол секілді бұл дін де Құдайдың түсірген жаңағы қасиетті, жаңағы Ахмет Яссауиден де сұралған кезде жаңа айтқан сөзі бар ғой. Дінді өзім қалауыммен дінді таңдадым, ал ұлтты Құдайдың қалауымен жаңағы осы ұлт
дүниеге келдім осы ұлттың жаңа ұлт болып дейді. Сондықтан жаңағы бұл да ұлт болу да Құдайдың қалауымен. Және Құдайдың түсірген дінін Құдайдың қалауына қайшы қоюға болмайды бұл жерде. Сондықтан да бұл сұрақ бір манипуляциялық сұрақ сияқты, да? Иә, сондай. Яғни адамды сондай бір осы сұрақты қою арқылы адамға сондай бір психологиялық қысым жасау, таңдау алдында қойып, біреуін таңда, онсыз болмайды деген сияқты, да? Яғни бұл сұрақтың өзі түп төркіні дұрыс емес деп айтуға болады. Діндар болу ол өз еркінде. Иә. Өз еркін, қаласа діндар болсын, қаласа дінді ұстамасын, ол өзінің еркінде. Біздің мемлекетіміздің де ұстанымы сол, зайырлы мемлекетте сонда ешкімге зорлық жоқ, діндар болуына, дінсіз болуына ешкімге міндеттеме жоқ. Бірақ та ол діндар емес бола отырып, дінге қайшы осындай провокация, неше түрлі сұрақтары адамдар арасында туындату, ол адамның ой пікірі дұрыс емес екенін, көзқарасы дұрыс емес екенінің белгісі деп айтқым келеді. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Қазір діни білім алу шетелде қандай сипат алып отыр? Білуімізше Алматы қаласында орналасқан Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті осы тұрғыдан жақсы қызмет етіп жатыр, өзінің іргесін кеңейтіп келе жатыр. Сонымен қатар шетелде, шетел университеттерінде құзыретті органдар мен сертификаты бар білім ошақтарында білім алу әлі жалғасып жатыр ма, қандай көрініс алып жатыр, лицензиялары бар ма деген сияқты. Және ол қауіпсіздік мәселесімен де өте байланысты. Және ол университеттер ислам дінімізге байланысты білімді беруде ешқандай бір қауіп жоқ па деген тұрғыдан осы сұрақты сізге қойып отырмын. Қазір қандай көрініс алып отыр? Өте орында. Иә, дұрыс айтасыз, елімізде қазір уақытта Аллаға шүкір діни жоғары оқу орнымыз бар, жалғыз өзі. Сол діни оқу орнымызда білікті шетелден келген білікті мамандар бар. Өзіміздің елімізде қаншама діни өзінің деңгей дәрежесіне, діни ғылыми деңгейге жеткен ғалымдарымыз бар, ұстаздар бар. Сол жерде шәкірттерге қажетті болған білімді беріп жатыр. Яғни бірінші айтқым келгені, қазір уақытта мысалы мен өзім сырттан араб тілінде мысалы сырттан оқып келген күннің өзінде де осы елімізде жақсы білімді оқып шыққан азаматтармен білім деңгейіміз теңдей болып қалып жатыр дегенде айтқым келеді. Бакалавр деңгейінде. Яғни біздің ол деген сөз, бұл қуанатын жайт, біздің елімізде өзімізде де жеткілікті бір мамандарды шығарып жатыр. Ал енді Египет мысалы, елімізде мысалы Аль-Асқар университеті, Түркияда Қасекей университеті деген секілді осы оқу орындарға мемлекетімізде рұқсат етіледі. Және ол жерлер арнайы жаңағы студенттердің оқуы сол жерде бақылауда, және министрлік тарапынан мысалы діни басқармамен біргелесе отырып, ол жағы оқысы келген студенттерді жіберіп отырады өзінің арнайы уақыттарында, белгілі бір уақыттарда. Және ол жағада қазір уақытта оқысы келген кезген азамат бара алмайды. Ол жағы мысалы елімізде конкурсқа ілінеді. Конкурс арқылы жаңағы ары қарай білімін жетілдіргісі келген, өзінің қызығушылығы тереңнен ізденгісі келген фундаментін осы елімізде діни оқу орынды жоғары білу жаңағы оқып бітіріп, солардың арасында конкурс арқылы жіберіледі шетелдерге. Яғни бұл деген сөз жақсы жаққа қарай бет алып бара жатырмыз деген сөз. Яғни ол жерге былай нақты айтатын болсақ, әрбір студент өз еркімен кете алмайды ол жерге, да? Иә, өз еркімен барып, бұл жаққа түсуге баратын болса, ол жақтан мысалы Аль-Асқар университеті сұрайды, документіңді жаңа елшіліктен рұқсат қағаз алып кел дейді. Елшілікке барса, елшілік айтады, елден рұқсат қағаз алып кел дейді. Елге ол жігіт қайттан өзі қайту керек болады. Елге оралып, елден жаңағы министрлікке барады, министрлік айтады, діни басқармаға, діни оқу оқыған кезде діни басқарманың өзінің біздер жаңағы конкурс ұйымдастырамыз, сол діни басқарманың конкурсынан сен өтесің, бізге келесің содан кейін барып. Яғни өзінің этаптары бар, сол белгілі. Сол этаптардың бәрінен шәкірт өтіп бару керек болып есептеймін. Және бұл жерден ол жерге кеткен абитуриент, студент, білім алушы өте бір талантты, талапты
азаматтардың бірі болу керек, себебі Солай, ол талап жерде, ол университетте, ол осы Қазақстанның бір айнасы ретінде қайтып оралатын көрініс болады. табу керек. Және оның сол жаққа аман есен жетіп білім алып қайтып келуі де мемлекетпен өте қатал қадағаланады. Бұл қадамға не үшін барды мемлекетіміз деген сұраққа жаңағы қысқаша өзім бір жауап беріп көргім келіп жатыр. Бұл қадамға меніңше өйткені бұндай елімізден конкурс арқылы жіберілмей уақытысында рұқсат етті. Және ол рұқсат берілген кезінде көрді. Оның өзінің зардабы елімізге келді. Яғни шетелде кез келген жерден оқып келіп, жаңа діни білім кез келген жерден кімнің алдында алды, діни білімін қай жерден алды, ешкім жаңағы қадағалаусыз білім алып келгендер елімізде қаншама жаңағы дүниелер туындатты. Солардың жаңағы арқасынан ерген қаншама жамағаттар, қаншама бүліктер шығарды деген секілді. Соның арқасында бұл еліміздің бір жасаған үлкен бір дұрыс қадамдардың бірі деп айтқым келеді. Бастапқы уақытта сондай бір қателіктер кетті да, дегенмен. Жаңа білім алу, діни тұрғыдан білім алушы студенттерді жіберу кезде бір қадағалау жұмыстары мүмкін. Бұл бір практика жүзінде келген, практика жүзінде тәжірибемен келген дүние. Әрине, қазір мемлекетіміз жақсы қадамға барды деп айтып жатырмын ғой жаңағы. Бұл біріншіден ол жақтан шетелден арнайы оқу орнына жіберуі, оның дұрыс халықтың алдында дұрыс білім алып келе алатын екеніне мемлекетіміз көзі жетті ол жерге. Және де ол рұқсат беріп жатқан, мысалы, араб елдері көп, діни білім беріп жатқан. Бірақ та олардың ішінде қауіпсіз мемлекет болу керек және. Яғни ол жерде, ол мемлекетте оқып жатқан жаңағы студенттеріміз, қара көздеріміз, жаңағы ешқандай бір қазір таяу шығыста әртүрлі күнделікті бірнеше түрлі жаңалықтар болып жатыр. Яғни ол жақта ол қауіпсіз мемлекетте, қауіпсіз елімізге қауіпсіз білім алып келу керек. Сол жағда жан-жақты қарастырылған деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі күні екі елде білім алуға қауіпсіз, ол Египет елінде және Түркия елінде оқытылып жатыр. Сол елдерге барып білім алған әбден дұрысты. Енді мен сұрақтар ретін бір кішкене бастапқы уақытта жаңа айтып кеттім. Қоғамда дін төңірегінде орын алған келеңсіз жағдайларға байланысты сұрақтар туындап отыр. Осы жуырда батыстың бір қаласында, оны өзіңіз қазір атап өтерсіз, қай қалада екені, діни мекемеде, яғни мешітте жас қызға, діни киім үлгісін киген жас қыз балаға уақытша неке ұсыну. Бұл сұрақ, бұл инцидент төңірегінде бірнеше сұрақ туындады. Уақытша неке деген ол бар ма ислам дінінде? Ол қаншалықты дұрыс? Сонымен қатар әйел адамға, қыз балаға мешітке баруға бола ма? Бұл екінші сұрақ. Және үшінші сұрақ, ол осындай инциденттер жалпы қазақ қоғамындағы қыз балалардың болашағына қауіпті емес пе? Осы сұрақтарға жауап беріп өтсеңіз. Бұл қазір уақытта жаңағы бұл оқиға болған қыз баласы да ол интернет желісінде өзінің арнайы көрермендері бар. Соның арқасында көрермендеріменен жаңағы қатты талқыға түсті деп айтып келеді. Бұл сонда неше жастағы қыз бала? Мектеп, колледж жасында? Мектеп жасынан өтіп кеткен қыз бала. 18-ден асқан. Меніңше 18-ден асқан. Кәмелет жастан асқан қыз. Бірақ соның өзінде бұл кейіннен айтылды, білдік, ақпараттар келуіменен. Жаңағы сөз сөйлеген ер азаматтың да бір өзінің бір ақауы бар екендігі. Ол жаңағы дұрыс емес, жаңағы кішкене ауытқуы бар екені жайында айтылды. Психологиялық мәселе барды. Бірақ бұл жерден туындаған мәселе айтылып қалған жаңағы уақытша неке деген дүние. Соның төңірегінде сұрақ туындап отыр. Уақытша неке дегеніміз араб тілінде бұл қолданыс бар. Никах мут'a деп айтады, уақытша неке. Бірақ бұл уақытша неке деген тақырып болғанымен бұған сүннет жолын ұстанушы, төрт мазхабты ұстанушы, Орта Азия, араб елдеріндегі осы дұрыс бағыттағы мұсылман қауымының арасында бұл уақытша неке деген дүние түбегейлі қарастырылмаған және оған қарсы.
Харам харам деп айтады. кесіп айтқанда харам деп айтады. Яғни уақытша неке деген мүлдем жоқ шариғатымызда. Бірақ сол тақырып жастардың арасында қозғалды. Әлі мысалы өзімнің оқыған Мысыр елінде де кейбір студенттердің арасында осындай дүние алған кезде Әл-Асқардың ғалымдары оның да пәтуасын шорт кесіп, жаңағы бұл дінімізде мүлдем қарама қайшы, мұсылман адам бұндай қадамға бармау керек деп харам деп үкімі шыққан есімде оқып жатқан кезімде. Яғни бұл қадамға кімдер барады? Менің өзімнің жаңағы көзқарасым, бұл жерде екі түрлі адам баратын секілді. Біріншісі өзіне сенімсіз екі жас. Бірін-бірімізбенен тұрып кете аламыз ба, әлде тұра алмаймыз ба? Станымдары, өздерінің әлі өмірлік станымдары әлі белгілі емес жастар. Солар бірін-бірімен жаңағыдай, жаңағы бізде қазір қоғамда айтылған азаматтық неке секілді. Бірін-бірімен уақытша тұра тұрайық, егер дұрыс болып жатса, ары қарай жалғастыра береміз, болмаса жаңағы қоя қоямыз, ешкімге айтпаймыз деген секілді өздері сөйтіп бөлініп алу, бұл шариғатымызда мүлдем қарама қайшы. Ол айынан тұру, ол зина жасауының күнәсімен бірдей болып есептеледі. Ал енді екінші жаңағы көзқарасым, бұл адамға баратын адам, ол дінді өздеріне бұрмалап алып, осы діни жаңағы неке деген нәрсені өздерінің ыңғайына қарап, нәпсінің жаңағы қалауын тойдырып алу үшін белгілі бір уақытқа дейін, бұл қазіргі уақытта жаңағы көбінесе практика жүзінде жат ағымдардың арасында бұл көп естіледі. Жат ағымдардың арасында уақытша неке деген нәрсе кең жаңағы тараған екенін бізге естіліп, және де осы нәрсені біліп жатырмыз. Бұл да шариғатымызда түбегейлі, оның да жаңағы қайшы, қарама қайшы, ондай уақытша некелесу, жаңағы алған кезде, некелескен кезде екі жақты ажыраспаймыз деген ниетте үйлену керек, міндеті солай. Көрейік, қарайық деген ниет болмау керек екі жақта да. Екеуміз де бақытты боламыз, біргелесіп, осы таңдауымызды екеуміз соны қабылдаймыз, біргелесіп, жаңа қартаямыз деген сондай ниетте болу керек. Ар жағынан кейін ажырасып жатуы белгілі бір себептерге, ол өздерінің мойнындағы жауапкершілігі болып есептеледі. Сондықтан неке, уақытша неке деген дүние бұл мүлдем шариғатымызда қарастырылмаған, және оған түбегейлі бір жақпен қарап айтылады, үкімі харам деп айтылады. Сонда қысқаша қорытындысын жасайтын болсақ, біздің өзіміздің ислам дінімізде сүнниттік бағыттың 4 мазхабында уақытша неке деген жоқ, ол харам болып есептеледі. Егер оған қандай да бір мұсылман баратын болса, ол зинақорлық жасаған болып есептеледі. Біріншіден, екіншіден, ол неке жарамсыз болып есептеледі. Бірақ дегенмен сіз жаңа бір сөздеріңізде айтып кеттіңіз, дегенмен ол қоғамда, кейбір елдерде, біздің қоғамда осы кейінгі уақыттарда болыпты деп естіп жатырмыз деп айтып жатырмыз. Және жат ағымдарда тәжірибеде өкінішке орай бар екенін айтып жатсыз. Енді мен ойлаймын, осы біздің сұхбатты тыңдаған кезде жастар болмасын, қандай да бір жаңағы адамдар болмасын, мұсылмандар болмасын, осы біздің осы тақырыпқа байланысты діни тұрғыдан кәсіби маманның жасаған шешімін өзінің құлағына алтын сырға қылып тағып алады деп ойлаймын. Яғни бұл өте бір пайдалы кеңестердің бірі. Үміт етеміз солай. Себебі жат ағымдардың тәжірибесінде болғанмен де ол біздің ислам дінімізге, біздің сүннит бағытындағы 4 мазхабқа абсолютно ешқандай қатысы жоқ. Дұрыс айтасыз солай. Жақсы, рахмет. Сосын жаңа осы сұрақтың төңірегінде әйел адам мешітке баруға бола ма деген сұрақтың да бір нүктесін қояйық. Менің енді әрине оған байланысты өзімнің жауабым бар, бірақ көпшілікке бұны да айтып кеткен жөн. Әйел адам мешіттен тыйылмайды, мешітке баруына рұқсат. Мешіттерімізде, елімізде мешіттерімізде арнайы әйел адамдардың өздерінің намаз оқитын, құлшылық ғибадаттарын атқаратын арнайы өздерінің залдары бар, белгілі орындары бар. Оларға тыйым салынбаған, шариғатымызда тыйым салынбаған, және абзалырағы, дұрысырағы үйінде де намаз оқығаны абзалырақ деп те айтылады. Жаңа хадистер, жаңа шариғатымызда ғалымдарымызда.
Енді және бұл әйел затының қоғаммен арасында өзін жаңағы еркін ұстануына біздер жағдай жасауымыз керек. Және ол өзін қоғамның ішінде өзін бір жаңағы ешқандай бір еркін ұстап, қоғамнан өзін бір қорықпайтын деңгейде осындай тыныш заманда мемлекетте өмір сүріп жатып, бұндай дұрыс емес пиғылдағы ер азаматтардың әйел затына жаңағыдай жаман ойда сөйлеуі, әсіресе мешіттің төңірегінде, ол жаңағы жамағаттың бұл үлкен бір жаңағы ескерту. Біздер тек қана жамағат қана емес, және біздерде осы жерде және айтып кеткім келіп жатыр, орамал таққан болсын, орамал тақпағаны болсын, қара көзімізді біздер мешіттің ішінде, мешіттің сыртында болсын, біздер оларға көзіміздің қарасындай, қара көзімізді не үшін айтамын? Яғни көзіміздің қарашығындай оларды сақтауымыз, оларды қорғауымыз, өзіміздің қазағымыздың бұл дәстүрімізге қайшы дүние емес. Өйткені уақытысында қыз бала 40 үйден жаңағы тыйылған деген сөз, 40 үйге дейін оның өзінің ағайын туыстарын баршасын сол өзінің ағайын туыстарының арасында, үйлерінің арасында жүретін болған. Яғни бөтен жерге шығатын болса, ол қыз баласын өзін жаңағы қауіпсіз сезінетін деңгейде жағдай жасалу керек. Яғни бұл деңгей, бұл дәреже қазір уақытта елдің деңгейінде, еліміздің, ұлттың деңгейінде меніңше көтерілу керек деп ойлаймын. Яғни ер азамат пенен әйел затының арасы қазір уақытта бір бөлініп жатқан сияқты. Әйел заты өзін жаңағы ер азаматпен теңдеймін деп, теңестіремін деп, ер азаматтардың жаңағы қорғауынан өзін бір бөліп алып жатқан секілді, ер азаматтар өзін қарсы қойып отқан секілді көрінбеу керек, ондай дүниеге бармау керек. Яғни ер азаматы әйел затын, әйел зат ер азаматтың қанатының астында, тіпті ол туысы болсын, танысы болсын, кез келген жерде оны қорғай алатын, ол әйел заты үшін сен не деп жатсың, бұл нәрсені сен айтуға қандай құқың бар, сен кімсің деген секілді қорғап ала алатын, сол жерден әйел затын қауіпсіз сезінуіне себеп болады, сондай жағдай жасауымыз керек. Әрбір ер азамат деп ойлаймын қоғамда. Дегенмен, осы ислам дінімізде әйел адамның мешітке баруға болатыны жөнінде қандай да бір хадис, дерек бар ма? Мұхаммед пайғамбарымыздың хадисі бар, әйелдердің мешітке жаңағы бару жайында, және Мұхаммед пайғамбарымыздың жаңағы хадистеріне қарайтын болсақ, Мұхаммед пайғамбарымыз кейде мешітте жаңағы әйел заттарды мешітте пайғамбарымызға сұрақтарын қойған мешітте. Яғни мешітте тіпті намаз оқып жатқанда әйел кісілер ең соңғы сапта тұратын болған дегенде хадистер бар. Яғни бұл деген сөз исламның тарихына қарайтын болсақ та, Мұхаммед пайғамбарымыз заманына қарайтын болсақ та, әйел адамдар мешіттен ешқашан тыйылмаған. Және сонымен қатар, мысалы намаз оқитын әйел адамы намаздың уақыты келген кезде алыс жерде тұратын болса да, мысалы мешітке барып, жақын жердегі мешітке барып оқуына болады ғой. Ал егер тыйым салатын болса, ол қай жерде мысалы оқиды? Мешіттердің негізгі бір атқаратын функциясы сол ғой. Әйел адам болмасын, ер адам болмасын, өз құлшылығын. Ортақ орын, мешіт ортақ орын. Кез келген азаматша кіріп өзінің құлшылығын орындай алады. Және өзіңіз айтып отырсыз, әрбір мешітте әйел адамға бөлінген арнайы орын бар. Оның барлығы соның дәлелі. Және өзіңіз келтірген жаңа пайғамбарымыздың хадистерінде де бірнеше деректер орын алып отырды. Әйел адамдардың мешітке келіп пайғамбарға сұрақ қойып, саптың соңында тұрып намаз оқып деген сияқты. Жақсы, рахмет. Енді осы сұрақтың төңірегінде тағы да бір жалғасы ретінде бір сұрақты қойып кеткім келіп отыр. Ол осы жуырда біздің елімізге әлемдік танымал әнші Дженнифер Лопестің келіп концерт қоюы жөнінде. Бұл сұрақты қоймасқа болмай отыр. Себебі бұл сұрақты мен байқағаным бойынша басқа подкасттерде де жүргізуші теологтарға, мамандарға қойып жатыр. Олар өз ойын, пікірін білдіріп жатыр. Себебі әншінің өз өнерін көрсету үдерісінде біршама еркін киініп, бұл тіпті руханият өкілдеріне ұнамаған жағдайы бар. Ал енді жастарға келетін болсақ, мысалы жастардың ішінде де намаз оқитын жастар өте көп. Олар
ол концертке бару керек пе еді, бармау керек пе еді, олардың да алдында осы сұрақ тұрды деп ойлаймын. Мен мысалы ондай әлемдік әншілердің концертіне барар едім. Ал басқа адамдар, Қазақстан Республикасында тұрып жатқан мұсылмандар не істеу керек? Осындай жағдай көрініс орын алып жатқан кезде. Иә, бір қызықты тақырып қозғап отырсыз. Бұл әлемдік деңгейдегі әнші ғой. Өзінің қаншама жылдардан бері өзінің сахнадан түспей келе жатқан, өзінің жасына қарамай, жаңағы өзінің әліге дейін халықтың сұранысында екендігін дәлелдеп жүрген әнші. Енді өзімнің жеке бірінші өзімнің пікірімді айтатын болсам, бұл жерде өте қызық. Бұл әншінің Джилоның елімізге келуінен жастарымызға берген пайдасын айтар болсам, бірінші әрине ол сондай жаста жүріп өзінің әліге дейін жастай болып стануы. Бәріне, әйел затының бәріне сол не болып мотивация берді. Иә, ол рас. Осындай жаста жүріп бұл жап-жас секілді болып жүрді. Бәрімізге мотивация беріп кетті. Екінші, өз саласында ұзақ мерзім бойы өзінің жаңағы құндылығын жоғалтпай, сондай бір құнды маман ретінде өзін стануы, ол да бір жастарымызға берген пайда жағы болар. Бұдан артық қандай пайда алуға болады деген сияқты сұрақ пайда болады менде. Одан артық ол сахнаға елімізге келіп қандай ба? Елімізге экономика жағынан айтып жатыр мамандар, елімізге қаншама мыңдаған, миллиардтаған қаражат келді, оның арқасында өзінің көрермені келді, пайда кірді, кіріс кірді деген секілді экономика жағынан қарасақ, мысалы қаншама өз жерге жастарымыз, қаракөз жастарымыз бар, қаншамасы. Әрине ол жастар ол алдына не нәрсені қызықтасаң сол жаққа қарай бара береді қызыққан дүниесіне. Бірақ ол жастарға біз не нәрсені ұсынып жатырмыз? Қыз баласына алған жаңа пайдаларын жақсы жағын алған шығар, бірақ оның берер пайдасына қарағанда жаңағы қыз баласына берер зияны бәлкім көбірек секілді көрінеді мен өзіме. Өйткені жаңағы яттылық қыз баласы негізінде өзін бізде кейбір бұл ұғым яттылық деген нәрсені қызда басқаша түсінеді. Өзін жаңағы бұға беру, өзін соға жаңағы қоғамнан бөлектену, жоқ олай емес. Яттылық деген ол қоғаммен араласу, қоғамның ішінде жүру, және де сол өзінің яттылық мінезін, өзінің жаңағы күлімсіреген жүзін, өмірге деген керемет ұстанымын жаңа қоғамның ішінде өзін көрсете білу. Жаңағы мен яттылық деген нәрсені жиыстыру керек, бұл қазаққа жаңағы бізді бұға береді, осы уақытқа дейін мен ашылмаған екем деп жаңағыдай киімнің бәрін шешіп тастап қоғамның ішіне кіріп кету деген нәрсе емес екен. Ол нәрсені меніңше дұрыс түсінген дұрыс болар деп ойлаймын. Яғни қазақ жалпы қыз баласының керемет әсем беретін бірден бір жаңа құралдарының бірі қыз баласының мінезі, ол яттылық, өзінің бір жұмсақтығы, қоғамның ішінде ер азаматтар арасында өзінің ұстанымы, яғни діни жаңағы бағыттағы намаз оқитын болсын, намаз оқымайтын болсын, ол жерге бару меніңше дініміз қайшы келетін секілді. Мен ол жерге қоғам ондай ятты жерге баруға меніңше дұрыс көрмейді, дінімізді дұрыс көрмейді. Сондықтан әр адамның бірақ өзінің шешімінде өзінің жауапкершілігі өзінің мойнында болып есептеледі. Енді келесі бір сұрақ қоймай кетуге болмайды. Жалпы интернет желісінде ұстаз, шейх деген уағызшылар, мен енді олар тіпті уағызшылар деп айта алмаймын. Кейбіреулері кәдімгідей әңгіме айтушылар дін төңірегінде өте көп. Олардың жаңағы интернет желісіндегі уағыздарында, әңгімелерінде дін төңірегінде манипуляция, дін арқылы қорқыту, психологиялық қысым жасау, дінде жоқ тәртіптерді уағыздау өте көп кездеседі. Себебі әңгімелері, уағыздары өте күдікті. Сауатты адамға ол шынымен белгілі көрініп тұр. Осы тұрғыдан мемлекет қандай да бір заң қабылдай ала ма? Бұл сұрағыңызға соңғы жаңағы қойып жатқан заң тарапынан оларға қойылатын заң қабылдау мәселесінде меніңше заңгерлер жауап берген дұрыс болар деп ойлаймын.
бірақ та діни жаңағы түсінік бойынша өзім дін маманы ретінде айтар болсам, интернетте ол үлкен кеңістік, ашық кеңістік. Бұл жерде кез келген адам сөйлеп жатыр, кез келген адам өзін ұстазмын, өзін шейхпін деп жаңағы өзін сондай айтып жатқандар да бар. Бірақ та бұл жерде айта кететін дүние, діннің атынан сөйлеу кез келген адамның мүмкін екен. Дінде бір әрине, мысалы заңның атынан біреу сөйлесе, егер қате сөйлесе, бұрмаласа, ол адам міндетті түрде заң жазалайды. Ал діннің атынан біреу қате сөйлеп, қате жаңағы адамдарға ақпарат айтып, адамдарға дінді киелі кетсе, оны дін жаңағы қаншалықты жазалай алады деген сұрақтың зайырлы мемлекет. Зайырлы мемлекет болсын, ол жерде әрине дін өкілдері ретінде біздер жаңағы ұсынамыз. Мына адам дінге тіл тигізіп жатыр, дін жаңағы діни ұстанымдағы азамат ретінде, діни ұстанымдағы адамға басқа діндегі немесе дін ұстанбайтын адам тіл тигізуге құқы жоқ біздің елімізде. Бұл бір. Екіншіден, діни саланың ішінде дін жайында сөйлеп жатқандар манипуляция жасау деп жатырсыз ғой жаңа. Яғни бұл жерде айтатын болсақ, дінді әркім интернет желісінде әртүрлі өзінің түсінігімен түсіндіріп жатыр. Біреу дінді қорқынышпенен дінді жеткізгісі келеді. Жаңағы тозақтың жаңағы азабы бар, тозақта қиыншылығы бар, сол жердегі мына нәрсені істесең солай жазаланасың, сөйтесің ол жерде деген секілді қорқынышпенен дінді манипуляциялау деп жаңағы. Ал екінші бір адам дінді жаңағы жәннатта қорқыздар, жәннатқа деген мотивация сияқты жәннатты жаңа қызықтыру арқылы дінді жеткізгісі. Негізінде бұл жәннатта, тозақта оны дінді ұстанушылар өздерінің ішінде қозғалу керек тақырып еді негізінде. Ал дін қазір бұл интернет желісінде жаппай халықтың арасында тарап кетті бұл тақырыптар. Дінге әлі келе алмай жатқан адамға бұл манипуляция сияқты көрінеді. Ол адамды егер дінді ұстанбасаң, сен мына нәрсені істемесең, сен жәннат тозақта осылайынан азапталасың деген секілді. Жоқ, негізінде дінді Мұхаммед пайғамбарымыз қорқынышпенен жеткізбеген еді. Мұхаммед пайғамбарымыз Құдайдың жалғыздығымен дінді жеткізген еді. Құдайға деген махаббатты, Құдайды танытуменен, Құдайды тануменен, діннің негізгі дінді жаюшы, дін жайында уағыз айтушы, уағыз жаңағы дін маманының станымы ортада, зайырлы ортада Құдайға деген махаббатты, Құдайдың дінді түсірудегі негізгі мақсаты не екендігін жеткізу негізінде. Мысалы, Мұхаммед пайғамбарымыздың пайғамбар болып келуіндегі негізгі мақсаты көркем мінезділікті толықтыру деп келтіреді. Яғни бұл намаз оқудағы, ораза ұстаудағы, зекет беру, діннің 5 парызының ең соңғы нәтижесі көркем мінезділікке жетелеу деген сөз. Яғни ол адамның ішкі жан дүниесін тәрбиелеу деген сөз. Дінді ұстану осы жақ қарай бұру керек ол адамды. Ол адам жаңағыдай қорқынышпенен, жаңағыдай бір сондай бір ойдан шыға алмай қалса, онда ол адам дінді дұрыс түсінбей жатыр. Әрине, діндар адам ол біледі. Егер бұл қате нәрсені істейтін болсам, Құдайдың мына тыйым салған дүниесін істейтін болсам, бұның жазасы тозақта болатын мынандай жазасы бар екендігін білу, ақпарат ретінде қабылдау керек ол. Оны бір жаңағыдай бір манипуляция жасап, оны жаңа қорқытып, үркітіп ұстау үшін қолданбау керек ол дүниені. Бұндағы қауіп жаңағы мектеп, колледж жасындағы 18-ге толмаған жастар оны шындық ретінде қабылдауы мүмкін. Сондықтан да жаңа сізге бұл сұрақты қойып жатыр, бұл қауіпті емес пе? Мемлекет, яғни жастардың осы тұрғыдан болашағына өте көңіл бөлу керек сияқты да, қалай ойлайсыз? Бұл дүние негіз қолға алынған дүние. Интернет желісінде дін емес маман халықтың алдына шығып діни жаңағы уағыздау дүниесін жүргізе алмайды. Кез келген адам қазір уақытта бәлкім қоғамның ішінде кейбір жаңағы шығып жатқан дүниелер бар, айтылып жатқан. Ол жаңағы бір адамдардың өмірбаянынан алып келіп отырып, сол жаңағы діни тұлға дінді өзінше бір жеткізгісі келіп жатқан діни тұлғалар бар интернет желісінде. Жаңағы өмірден алып келіп, әртүрлі оқиғаларды айтып алып келіп, жаңағыдай дін ұстанған адамдар осындай өмір сүреді, мынандай секілді әртүрлі себеп, жаңағы мысалдар
қыссаларды алып келу арқылы дінді өзінше діни маман емес болса да сондай бір бағытта ұстанып алған кейбір азаматтар бар. Олар діни терминдерді қолданбайды сөздерінде, діни терминден айналып өтіп барып, жаңа адамның өмірлік тәжірибесі арқылы дінді өзінше бір жеткізіп жатқан секілді сондай жаңағы бейнеге кіріп алған кейбір жаңағы азаматтар бар. Енді бұлардың жаңағы әңгімелеріне, уағыздарына қарайтын болсаңыз, адамды әлеуметтік ортадан ажыратқысы келетін сияқты ойға алады сізде. Енді жеткізуші айтып жатқан адамның жеткізушіне ойын ішіндегі ойындағы мақсатына байланысты болып тұр ғой. Егер ол адам қоғамның алдына шығып ол сөзді айтып жатса, не мақсатты ол сөзді айтып жатыр? Ол сөзімен қай жаққа қарай ол халықты жетектеп алып кеткісі келіп жатыр? Қай бағытқа қарай бұрып алғысы келіп жатыр деген секілді сондай сұрақтар жаңағы жауап іздеуіміз керек. Дегенмен енді интернет кеңістікте оларға жаңа шектеу қою, оларды қадағалау өкінішке орай мемлекет тарапынан мүмкін емес болып жатыр да, шыны керек. Белгілі бір деңгейде қадағалау бар. Белгілі бір деңгейде бар, бірақ мына интернет кеңістік олардың бізде көбінесе мүмкіншіліктерін көбейтіп отыр. Шетелден бізге көбінесе шетелдің жаңағы уағызшылары, шетелге біздің неміз жүрмейді ғой. Өзіміздің заңымыз өзіміздің еліміздің ішінде жүреді. Содан шетелде кейбір жаңағы әртүрлі орыс тілді болсын, қандай да бір тілдегі шетелдерде жаңағыдай әртүрлі бағыттағы уағызшылар, діни жаңағы ұстанымда сөйлеп жатқан адамдар өте көп. Сондықтан оларда сақ болған жөн болып есептеймін. Дегенмен осы болашақ мектеп жасындағы, колледж жасындағы жастардың болашағын ескере отыра, жалпы біздің қоғамда діни ахуал тұрақты деп айтуға бола ма? Жалпы қазіргі уақытта тұрақты деп айтуға болады. Тұрақты деп айтуға болады. Діни тұрғы және бұл тұрақталу әрине бір алдын өзіміздің өткізген жылдарымызды қараған салыстыра айтар болсақ тұрақты деп айтуға болады. Бірақ та алға қарай жылжу керек болған, алға қарай өзіміздің жақсы жақ қарай діни ұстанымды жаңағы дамып келе жатқан өзіміздің діни орталықта, діни басқармамыздың бағыты бар. Яғни халықты өзіміздің дәстүрлі ата-бабамыздың ұстанған ұстанымына, соның жаңағыдай нағыз ата-бабамыз нағыз мұсылманның бейнесі болған ол кісілерде. Құдайға берілген, осы дін үшін, Құдай деген үшін қаншамасы қуғын сүргінге ұшыраған, оның баршасы біздерге жаңағы ата-бабамыздың ұстанымы, Құдайға деген берілуі, және өзінің қоғамның ішінде өздерінің қалай ұстануы, бұның баршасы біздерге жылдан жылға алға қарай жақсы жаққа өзгеруімізге бір бағыт деп айта аламын. Жалпы мемлекетімізде діни ахуал тұрақты, бірақ жекелеген мәселелер дегенмен барды. Оны ескеруіміз керек. Осы тұрғыдан әсіресе жастарымыз, мектеп, колледж жасындағы жастарымыз осы тұрғыдан зайырлы мемлекет және дін аралық баланс жөнінде олардың білімін күшейтуіміз керек. Олардың мектеп, колледжда білім алуына жаңағы көп еңбек етіп, олардың білім алуы, дер уақытында сауатты білім алуы дінді жалпы дұрыс түсінуге алып келетін. Біз үнемі осы тұрғыдан көп жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Енді сізге осы подкастымыздың соңында өзім Машһүр Жүсіп Көпеев атамыздың деп айтайын, Баянауыл елінің тұрғыны ретінде атамыздың бір мынадай сөзі бар екен. Ғылымның, яғни білімнің жеткен жетістігі дінмен теңеседі деп. Осы айтылған ой, мен ойлаймын, өте бір керемет ой деп есептеймін. Сіз осы төңіректе қандай пікір білдірер едіңіз? Менің түсінуім бойынша, яғни ғылым, білім, сауатты білім, ол түбінде дінді дұрыс түсінуге алып келеді. Яғни бірінші орынға білім мен ғылым шығады, ал діннің ол орны өзі жеке бөлек. Солай ма? Бұл сөзіңіз тағы кішкене қосып кеткім келіп жатыр. Дін және Машһүр Жүсіп атамыздың айтып бара жатқан бұл сөзінен және бір
тарапынан және бір қырынан түсінуге болатын секілді. Яғни дін ғылымға қайшы келмейді. Яғни дін мысалы қазіргі уақытта қоғамда кейбір жаңағы адамдар бар, біздің осы ғылымнан қалып қоюымызға жаңа себеп болған дін деп дінге қарай бұрмалағысы келеді. Жоқ, діннің қатысы жоқ. Өйткені діндер қаншама әлемге өзінің жаңағы еңбегін сіңірген қаншама ғалымдар болған. Ибн Сина секілді мысалы қаншама медицина саласында болсын, Әл-Фараби секілді. Бұл дін ешқашан ғылымға қайшы келмеген және дін өйткені діннің негізгі Құдайдың түсірген діні адамның ақылына ешқашан қайшы келмейді. Былайша айтқанда Құдай мына нәрсені айтты деген кезде ол қалай бұл ақыл мына нәрсені айтып жатыр, ол қайшы келеді ғой ақылға, дұрыс емес қой бұлдай деп айту адам талқылау өте жаңағы орынсыз. Өйткені дін Құдайдың діні ақылды. Құран кәрімнің өзінде, қасиетті кітаптың ішінде көптеген аяттардың соңы ақылды иелері ақылдарыңды қолданбайсыңдар ма деп адамның басқа жаратылыстан ерекше екендігін, Құранда біздің ерекшелігіміз ақылымызда екен. Осы ақылменен адам ғылымды да, жаңалықты да бәрін жетістікке жетеді осы ақылдың арқасында. Сондықтан дініміз ақылды қолдануға, ғылымға қарай бет алуға, қандай да бір ізденіс жасауға ешқашан кері қалыптаспаған, бәлкім қолдайды. Жаңағы ғылымның да соңында, ғылыми деңгейдің соңында Құдайдың бұл әлемді жаңағы жаратушы бар екендігінде мойындайтын қаншама ғалымдар өткен. Жаңағы тарих сахнасына қарайтын болсақ. Сондықтан бұл ғылым, дін екеуі біргелесіп жүретін бір жаңағы ұғым деп айтсақ дұрыс болар. Жақсы, рахмет. Ақтөре мырза, бүгінгі подкастқа келіп, өзіңіздің жауаптарыңызды беріп, кейбір оңтайсыз сұрақтарға қорықпай жауап бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Мен ойлаймын, біз біраз сұрақтарға қажетті жауаптарды алдық деп ойлаймын. Осымен бүгінгі подкаст аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі түсірілімдерде кездескенше.